Ресей мемлекеті ыдырауы мүмкін. Армысыздар, арнамыздың құрметті көрермені, видеомызды толық көру үшін арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз, сонда жаңалықты бірінші болып көресіз. Ресей империясы келмеске кетіп, іштей өзара бөлініп, тарқап кеткен жағдайда Қазақстанның маңызы артып, еліміз бұл аймақта беделді елге айналатын сияқты. Тіпті келбасу болашақта Қазақстан Ресейден бөлініп шыққан түркі текті жаңа мемлекеттердің бағдаршам елі болуы мүмкін. Яғни Башқұртстан, Татарстан, Саха, Алтай, Хакас, Сібірлі бұғыл текті, Бурятия, Қалмақия, кейбір Кавказ халықтарының сүйеніш іздеп, Қазақстан халқына ұмтылуы бір жағынан заңдылық. Әлемдік саясаткерлер осы кезге дейін Ресейдің ыдырайтыны туралы сан түрлі болжам айтып келе жатыр. Ал өзімізде қоғамдық ойын ашық айтып жүрген адамдар аз емес. Олжас Әбіл ағамыз болашақта Ресей ыдырайтын болса, оның құрамындағы түрік тектес халықтар және қиыр шығыс халықтары қазақтың аузына қарайтын күн келеді деген тамаша талдауын жасаған екен. Тыңдап көріңіздер, ағамыз былай дейді. Қалай десек те, Қазақстан олар үшін 40 жыл бұрын дербестігін алып қалыптасқан мемлекет. Тоқаев қазір Қапшағай қаласын білім орталығына айналдырып, ол жерден үлкен білім қаласын салмақшы. Назарбаевтың тұсында Астана салынып, Алматы мегаполиске айналды. Жаңа заманауи әсем Түркістан қаласы бой көтерді. Енді Тоқаев Қапшағайды салмақшы. Егер бұл жобаның мақсаты ақталып, Қапшағай біздің білім саласына серпін беріп, елдегі білім сапасы дұрыс жолға қойылса, әлгі түркі тілді халықтың жастары Қазақстанға оқуға, жұмыс істеуге келетін болады. Қазірдің өзінде мен Саха, Татар, Башқұрттардың блогерлерінің арнасынан еліміз туралы, олардың жақсы пікірлерін аңғарамын. Бұл түркі халықтары біздің Астана мен Алматыны көріп, аузын ашып көздерін жұмады. Қазақстанның заманауи қалалары олар үшін Еуропа қалаларынан еш кем емес. Өздерінің советтік стильдегі қалаларынан артық. Жалпы, менің ойымша келешекте бұл жаңа түркі мемлекеттері экономикалық басқа да көптеген қалаларда осы Қазақстанға қарап бой түзеп отыратын себебі олардың бізден басқа барары жоқ. Сондықтан бұл халықтар орыстың көзі тайғасын, Қазақстанға қарай ұмтылады. Жалпы, меніңше жарқын келешекте Қазақстан халқының өз табиғи өсімі бар, сырттан келген қандастардың үлесі бар, түркі халықтардың жастары, ресейлік орыс қашқындардың саны бар. Бізде халық саны тез көбейіп, бұдан аса Қазақстанның мәртебесі өсе бермек. Осыдан 10 жыл бұрын Әзірбайжан ғұламасы Гейдар Жамал, Қазақстан жалпы қазақ халқы империя құралатын үлкен мемлекет мен бұл елдің түбін өзі көрсетіп, жарқ етіп, тарих сахнасына қайта шығып, түркі әлемінде белсенді рөл ойнайтығына сенімдімін деген болатын. Жалпы, Олжас Әбіл ағамыз Қазақстанның болашағына керемет талдау жасаған сияқты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, болашақты орталыққа айналамыз ба? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер.